Облыс әкімі Даниал Ахметовтың тапсырмасы бойынша 10 мамырда орман өртенгенде зиян шеккен ридерлік отбасыларға тұрғын үйлердің құрылысы басталып кетті. Ресурстарды мобилизациялауға мердігерлерге небәрі 3 күн қажет болды. 13 мамырда өртенгендер өздерінің жаңа үйлері қайда орналасатынын көріп, құрылыстың барысымен танысалды. Нақ осы жерде Ботаниканың жаңа ықшам ауданында 30 үйді жоқ қылған өрттен зиян шеккен отбасылар тұратын болады. Бұл жерде ауыр техника жұмыс істей бастады. Құрылыс материалдары әкелінуде. 5 мердігерлік ұйым тұрғын үйлердің құрылысы жөніндегі жұмыстарын бастады. Қала әкімімен бірге өртенгендер болашақ құрылыстың орнына бет алды. Дмитрий Горьковой тұрғындарға қандай үйлер салынатынын және Тұрғын ауданы келешекте қалай көркейтілетінін жоспарын айтты. По поручению Акима области Даниила Киржитаевича Ахметова. Бұл кездесуді біз облыс әкімі Даниал Ахметовтың тапсырмасы бойынша ұйымдастырып отырмыз. Бұл жаңа Ботаника ықшам ауданында 5 мердігерлік ұйым, құрылыс компаниялары үйлерінен айырылғандар үшін жаңа үйлерді салуға қажетті материалдарын әкеліп, құрылысты бастап кетті. Сонымен қоса, осы тұрғын ауданын толық көркейту жұмысы жоспарланған, яғни жолдары, көшелік жарықтандырылуы. Осы ауданнан қажет бағдарларға қоғамдық көлік, яғни автобус жүретін болады, ал бағдарларын бірлесіп анықтаймыз. Салынатын үйлеріңіздің құрылысы қалай жүріп жатқанын келіп бақылай аласыздар, ал өртенген үйлеріңіздің жер учаскелері облыс әкімі айтқандай өз иеліктеріңізде қалады. Оны да пайдаланасыздар. Сонымен қоса, өртенген үйлердің қашаларын, жолдарын, жарығын қайта қалыпқа келтіреміз. Ол жерде бақшаларыңызды өсіре аласыздар. Қандай да сауалдарыңыз болса, қойыңыздар. Қала басшысы барлық мүдделі сұрақтарға жауаптарын берді. Тұрғындар жаңа ықшам ауданда тек жаңа үйлердің құрылысы ғана емес, жүретін жолдарды асфальттау, жарығын өткізу, аялдама қою және осы жерден қалалық басты бағдарларға автобустардың жүруін қамтуда жоспарланғанын білді. Биыл электро және сумен қамту жөніндегі жұмыстар орындалған, суағар өткізу жобасы дайындалуда, осы жеке секторды орталық жылумен қамтуға қосу жөніндегі жобасы өңделуде. Болашақ тұрғын үй ықшам ауданының қасында бұрынырақ 600 орынды мектеп салынып басталған. Бұл да балалы отбасылар үшін аса маңызды. Дмитрий Горьковой бастысы үйлердің құрылысы сапалы болатынын, әрі тура 3 айдан соң аяқталатынын ескеріп айтты.